Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте ерекше рецепт, барлығыңызға ұнайтын пирог чизбургер рецептісін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Оған ең алдымен ыдысымызға жылы су құямыз. Оның үстіне сұйық май құямыз. Содан кейін барып тұз салып, және де үстіне ұнды иліктен өткізіп саламыз. Оның үстіне қопсытқышты салып, қамыр елейміз. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Әзірше салафанға салып, тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына қызып тұрған табаға кішкене ғана сұйық май құямыз. Оның үстіне осындай тартылған етті саламыз. Тартылған етті жұмсақ болу керек, қатты болмау керек. Үстіне осылай қасықпен езіп шығамыз. Өйткені кішкене ғана пісіреміз, толықтай пісірмейміз. Кішкене ғана піскен кезде түйіршік болмау үшін осылай үстінен басамыз. Кішкене қарайғанша қуырамыз. Содан кейін барып үстіне пиязымызды салып, жақсылап араластырып, кішкене ғана пісіріп алатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Мен қара бұрыш салдым үстіне. Тұз бұрышын салып болғаннан кейін жақсылап араластырып қақпағын жабамыз. Одан кейін барып кішкене тағы да қуырылғаннан кейін қақпағын ашып, дәм тұзын көреміз. Кішкене тұзы жақсы ма, жақсы емес па. Аздау болса кішкене себеміз. Менде кішкене аз болып қалыпты. Одан кейін осы жерде кішкене араластырып қуыра тұрамыз. Содан кейін алып, бөлек ыдысқа салып, кішкене суытамыз. Тартылған етті қуырған кезде менде осындай май шықты. Мен оны бөлек ыдысқа құйып алдым. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін тұздалған қияр керек болады. Оны осылай видеодағыдай етіп тураймыз. Одан кейін бізге қызанақ керек болады. Оны дәл осылай домалақ етіп тураймыз. Одан кейін бізге сыр керек болатын болады. Сырды осындай дүкенде дайын түрде өлшеніп дайын тұрған сырды алдым. Оны күштен өткізіп аламыз. Енді тоңазытқыштағы қамырды шығарып, қамырды екіге бөлеміз. Бұл бізде бәліштің астыңғы және үстіңгі бөлігі болады. Екі бөлікке бөлгеннен кейін әр қайсысын осылай жұп-жұқа қылып жайып шығамыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Әр апта сайын тұрақты түрде 3 рецепттен шығып тұратын болады. Мінекей қамырымды жұп-жұқа қылып жайып формама салдым. Мендегі форманың диаметрі 26 сантиметр. Енді салмасын салып шығамыз. Салмасынан ең бірінші кетчуп жағамыз. Содан кейін барып үстіне тартылған етті саламыз. Барлық тартылған етті салып, үстіне қасықпен тегістеп шығамыз. Тегістеп болғаннан кейін үстіне тағы да кетчуп жағып шығамыз. Оның үстіне турап алған, тұздалған қиярымызды саламыз. Одан кейін барып, оның үстіне үкіштен өткізіп алған сырымызды салып шығамыз. Барлығын салмаймыз, жартысын ғана салып шығамыз. Одан кейін барып үстіне туралған қызанағымызды салып шығамыз. Соңына қарай жаңа алып қалған сырды үстіне тағы да сеуіп шығамыз. Енді екінші қамырымызды да алып, тағы да жұқа қылып жайып шығамыз. Мінекей жұқа қылып жайып болдым. Енді үстіне салып, бірінші жан-жақтарын астыңғы үстіңгі қамырын біріктіріп аламын. Одан кейін барып қамырымның шетін түйіп шығатын боламын.
пирогтың ортасына ауа барып жақсы толық пісу үшін кішкене осындай тесік жасадым. Одан кейін шанышқымен тесіп шықтым. Енді үстіне жұмыртқаны жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін барып үстіне күнжіт сеуіп шығамыз. Дайын болған пирогты қызып тұрған пеште 190 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің пирогым да пісті. Менің формамның асты алынатын болғандықтан осылай менде тез алынды. Мінекей достар, пирогымыз да дайын болды. Қамыры өте керемет болып шықты. Пирогымыз суыған кезде де қамыр дәл осындай жұмсақ болып тұрды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шықты. Әсіресе бестің шайына жасасаңыздар тіптен керемет болады. Ыстық күйінде осындай салқын күнде жегенге не жетсін, тойымды пирог. Видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлайым.